С нуля прям додан грамматикада үйренбей ақ қойыңыздар, сандарды жаттамай ақ қойыңыздар. Орыс мұғалімдерден ешқашанда үйренбегендеріңіз дұрыс. Ол әріптерді жаттап жатудың қажеті жоқ. Бәріне сәлем, сіздермен бірге мен Гүлнұр, және бүгінгі видеода сіздер менен максимально ең көп қойылатын сұрақтарыңыз корей тілін үйрену жайлы видеолар, және бүгін мен сіздерге прям с нуля додан соңғы этапқа дейін қалай үйрену жайлы толығымен инструкция дейма, сондайдың бәрін айтатын боламын. Және өздеріңіз қойып жүрген сұрақтарға жауапты осы видеодан табатын боласыздар. Достар, өздеріңіз де білетіндей, кез келген тілді үйренетін кезде, біз қазақ тілінен бірінші сыныпқа барған кезде де бізге үйрететін ол әрине әріп. Корей тілінде үйреніп бастаған кезде міндетті түрде ең алғашқы болып сіздер сол елдің әріпін үйрену керексіздер. Менің ойымша, осы видеоны көріп отқан жарты адам уже ол әріптерді біледі. Себебі солай. Сіздерде ең бірінші аласыздар және әріптерді үйренесіздер. Дәптерге жазасыздар, жаттайсыздар. Және әріпті ғана емес, сонымен қатар подчим деген бар. Подчим деген ол оқу ережесі. Оқыған кезде ол әріптер кейбір кезде басқашалай оқылып қалуы мүмкін да. Сол себептен де сол подчимда сол бәрін үйренесіз, жаттайсыз. Және осы екеуін ең алдымен іштенге грамматикада үйренбей ақ қойыңыздар, сандарды жаттамай ақ қойыңыздар. Бірақ ең бастысы міндетті түрде осы әріпті және міндетті түрде подчимді үйреніп аласыздар. Жалпы корей тілін үйренген кезде ешқашанда орыс курстарға немесе орыс мұғалімдерден ешқашанда үйренбегендеріңіз дұрыс. Неге десеңіздер, корей тілінде ың деген дыбыс бар, немесе ә деген сияқты құсас дыбыстар кездеседі. Қазақ әріптеріне құсас дыбыстар. Ал орыс тілінде ондай дыбыстар болмағандықтан, олардың өзі сол дыбысты дұрыс айталмағандықтан сіздерге де дұрыс емес қылып үйретеді. И сіздер біліп тұрған дыбыстарыңызды дұрыс айтпауларыңыз мүмкін. Сол себептен де желательно ағылшын және де қазақ мұғалімдерден үйренген абзал болады. Онда мен сіздерге бір мұғалімді айтқым келеді, ешқандай да реклама емес. Мен өзім сол кісіден үйренгеннен кейін мен сіздерге осыны совет ретінде берейін деп тұрмын. Ол каналдың аты мына жерден, ссылкасы осы подсказкадан шығады, және каналдың ссылкасы тағы да описанияда қалдырып кететін боламын. Бұл каналдағы тәйтсе, яғни бұл негізі орысша біледі, бірақ орысша үйренген, бірақ негізі ол кәріс тілін өте жақсы біледі. Яғни ол туылғаннан Кореяда тұрған, Кореяда өмір сүрген, сояқта оқыған, туылғаннан сояқта тұрғаннан кейін ол міндетті түрде ешқандай да акцентсіз сөйлейді корей тілінде. Сол себептен де сіз ол қыздан қорықпай үйрене берсеңіздер болады. А если қазақша үйренгім келеді десеңіздер, поисққа жазсаңыздар, қазақша жазсаңыздар шығу керек. Бірақ өзім оларды қарамағандықтан ешқандай совет олар күшті үйрете ме, жаман үйрете ме, ол жайлы совет айта алмаймын. Бірақ сол ютубта бір-екі видео болған, соны тоже қарап көрсеңіздер болады. Сіздер әріпті үйрендіңіздер, подчим ережесінде білесіздер. Енді сіздер нақты жақсы оқи аласыздар. Және әріпті сонша қиналып, прям мынау А, мынау Б деп жаттағаннан қарағанда, сіздерге былай жаттаған оңай болады. Яғни сіздер дәптерге барлығын жазып алдыңыздар, подчимнің ережесінде әріптерді бәрін түгелмен жазып алғаннан кейін сіздер оқып бастау керексіздер. Сразу оқпаса кетіңіздер, ол әріптерді жаттап жатудың қажеті жоқ. Негізінен сіздерге манга, яғни манхва оқуға кеңес беремін. Корей тіліндегі манхва деп переводчикқа кәдімгідей манга деп жазып, соны аударсаңыздар, манхва деген сөз шығады, соны копировать етіп алыңыздар. И потом оны Google-ға қойсаңыздар, кәдімгі обычный корейский манхвалар шығады. Соның ішінен өзіңізге ұнағанын оқып бастаңыз. Яғни жаңағы әріпке қарап отырып, жаңағы сөздерді оқи бастайсыз. Уже сіздер бір главасын оқығанда кәдімгідей оқу үлгеріміңіз, әріптерді жаттау, подчимдегі ережелерді жаттау деңгейіңіз өте ұзарады. А если ананы 16-17 главасын оқыған адам уже кәдімгі тез оқитын болады. Сол себептен ең жақсысы мен ойымша ол манга. Және ояқта суреттермен бейнеленген болғандықтан өздеріңізге де кішкене түсінікті және қызықты болады. Инстаграмда қарап отқан кезде кәріс айдолдар және актерлар пост салады, кейде осындай текст жазады. Соны да сол әріпке қарап отырып оқып көрсеңіз болады. Және осылай сіздің оқу деңгейіңіз өте керемет деңгейге
кәдімгідей жетеді. Келесі ол бізде сөз жаттау. Яғни сіздер уже ақырындап сөз жаттай бастаңыздар. Қазіргі күннің өзінде, наверное, сіздер осы видеоны көріп отқан адамдардың жартысы көп сөздер білу керек. Яғни дорамадағы обычный оппа, нуна, омма, аньон, аньосео, тағы қандай сөздер бар. Жалпы сол сияқты сөздерді сіздер білетін шығарсыздар, оның өзі үлкен жетістік. Неше түрлі сөздіктерден қарап, ютубтағы видеолардан қарап, жалпы сөздерді жаттай бастайсыздар. Сол кезде мысалға сіз жаңағы манганы оқып жатасыз, манганы оқып жатып, уже үйреніп қалдыңыз оқып, уже сөз жаттап жүріп, оны оқып жүрсеңіз, онда уже сіздің миыңызда мына сөз аудармасын біліп қоюыңыз мүмкін. Мысалға, ана жақта аньон деген сөз жазылып тұрса, сіз сразу білесіз, ол привет деп біреуге айтып жатқанын, иә. Оқып жаңағы манганы тіпті сөздерінде түсіне бастайсыз да, солай уже қызығырақ болып кетеді да. Сол себептен оқып жүріп, бірге сөз жаттап жүргендеріңіз абзал. Сөзді де жақсы жаттап қалғаннан кейін сіздерге мини драма көруге кеңес беремін. Поисқа ағылшынша веб драма деп жазсаңыздар, онда мини драмалар шығады ютубтан. Яғни мини драма дегеніміз, білетін шығарсыздар, 10-10 минуттық қысқа ғана драмалар болады. 10 серия, 6 серия сондай. Және соны ешқандай аудармасыз, ешқандай субтитрсыз просто көре беріңіздер. Бұны көрген кезде ол жалпы мақсатта айтылғаны, ол біздің сөйлеу акцентіміз дұрысталады. Яғни сіздер анан көп тыңдай бергеннен кейін и сөздерді де дұрыс айта бастайсыз. Келесі этап ол тура алдыңғыға ұқсайды. Бірақ ол бізде подкаст тыңдау. Мен алдыңғы видеоларымда айтқан болатынмын. Подкаст тыңдауға приложениялар, подкасттарды ютубтан да тауып алсаңыз болады. Корейский тілде подкаст деп поисқа жазсаңыз, көп подкасттар шығады. Приложениямен де тыңдасаңыз болады. Қалай да болсын подкаст тыңдаған дұрыс. Сіздер подкаст тыңдаған кезде тағы да тура сол құлақтарыңыз үйрене бастайды, және сіз сөйлеген кезде де дұрыс сөйлейсіз да, и сізде акцент болмайды. Міндетті түрде түсінбесең де, түсінсең де тыңдай беру керексің. Достар, енді қарап отырсаңыздар, сіздер уже оқу білесіздер. Одан кейін сіздер уже көп жаңағы сөздер жаттай берсеңіздер, және көп драма көріп, көп подкаст тыңдай берсеңіздер, сіздер уже кәдімгідей драмадағы сөздер түсіне бастайсыздар, подкасттағы да сөздер түсіне бастайсыздар, и уже сіз почти көп сөздер түсіне бастайсыздар. Және өздеріңізде жақсы сөйлей бастайсыздар. Бірақ одан кейін осы этаптардың бәрінен өткеннен кейін міндетті түрде айтқан каналдарымның ішінен басқа жаңағындай неше түрлі грамматикалары бар және сандар бар, соның бәрін оқып үйреніп, соны кішкене толықтай үйреніп алу керексіздер. Дұрыс сөйлем құрай алу үшін, дұрыс жаза алу үшін, дұрыс тағы да сөйлей алу үшін кәріс тілінде міндетті түрде соның бәрін оқып білулеріңіз керексіздер. Қазір айтып кеткен заттар основасы, потом ары қарай жалғастырып, жақсылап тұрып, неше түрлі грамматиканы үйреніп бастай берсеңіздер болады. Платный курстарға қатысатын болсаңыздар, бұл тағы да реклама емес. Мен өзім қатысқан платный курс, осы кісінің курсы болды. Маған өте жақсы ұнады, өте прям күшті. Тапсырмалары, еще неше түрлі кітаптар береді, 3-4 сөздік кітап береді. Анан бәрін қабылдап үлгере алмай қалуыңыз мүмкін. Сол себептен де анау өте керемет екен. Енді бұл бізде, мен атын ұмытып тұрмын қазір, бірақ мына Инстаграм шығады, Инстаграмы. Және опять же ссылкасын описанияға қалдырып кетемін. Міндетті түрде кіріп оқып көріңіз. Қатысу бағасы сол жақта жазылулы. Соны сұрап көріңіздер. Енді қазір қанша болып жатқанын білмеймін, бірақ мен акциямен 1500 теңгеге ма сондайға қатысқан болатынмын. Өте күшті, қатысуға кеңес беремін, өкінбейсіздер. Мен осы видеоға өте көп уақытымды, өте көп кәдімгідей терлеп кеттім даже. Сөйтіп өте көп, бұға дейін қаншама дайындалып жүрдім осы видеоға. Сіздер қаншама сұрап жүргендеріңіз үшін, сол себептен де бұл видеоға өте көп еңбек кеткендіктен, оны қолдап, корей тілін оқығысы келіп жүрген достарыңызға және де менің каналыма міндетті түрде тіркеліп кетулеріңізді өте қатты сұраймын. Сіздер мен сұрап тұрғанда соны орындайсыздар деген үміттемін. Ал ендеше бәріне пока.